Ассалаумағалейкум, ардақты Алаш жұрты. Дін мен діл жобасының кезекті айдары сұр сұхбат деп аталады. Бұл айдардың бүгінгі қонағы өлкемізге белгілі Маңғыстау мақтаншы Нұрлан Мұсаев. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, рахмет. Енді Нұрлан мырза, сізге ең алғашқы сұрақ, осы Маңғыстауда айтыс өнері қалай дамып жатыр? Айтыс өнері Маңғыстау облысында 2 жылдан бері қолға алып, Маңғыстау облысы мәдениет басқармасының жанынан жыр жебе ақындар мектебі ашылған болатын. Адамды ақын қылып шығарам деп айта алмаймыз. Ешкім оған уәде бере алмайды. Жалпы көзінің жылты бар балаларға бағыт бағдар беру мақсатында ашылған. Кеше Маңғыстау жұлдыздарында да жақсы айтыс көрсетті. Жыр жебе ақындар мектебінің түлектері. Мәди Асқар деген бандамыз 3-ші орын алды. Оның бәрі жетістік деп ойлаймыз. Енді 2 жылда батыс аймақтықтан жүлде алатын шығар, Алла қаласа. Бір күнде ақын болып кету мүмкін емес, таланты бар болғанменен. Жалпы алдағы уақытта жұмыс жақсарады, айтыс өнері дамып келе жатыр, бір сөзбен айтқанда. Маңғыстаудың айтыс өнері қанша шәкірт тәрбиелеп жатыр қазір жыр жебе мектебі? Қазір 8 шәкірт тәрбиелеп жатыр. Оқушылар мен студенттер көбі оқып жатыр бұл мектепте. Түсінікті. Енді өзіңіз жалпы осы салт дәстүрді сақтаған киелі Маңғыстау тұрғынсыз. Салт дәстүрге қаншалықты көңіл бересіз? Салт дәстүрді қаншалықты осы балаларға айтып үйретесіз ұстаз ретінде? Және осы салт дәстүріміз қаншалықты айтыста насихатталады? Өте әдемі сұрақ. Салт дәстүрді айтыста қаншалықты насихатталады деп отырсыз. Қазақ киіммен, қазақтың ұлттық киіммен шығамыз біріншіден. Насихатталып жатыр ғой. Қазақтың ұлттық аспабы домбырамызбен шығып жатырмыз. Қазақтың қара өлеңін айтып жатырмыз. Халықтың мұң мұқтажын айтып жатырмыз. Соның бәрі біздің салтымыз, дәстүріміз, ата-бабамыздан үзілмей келе жатқан суырып салмалық. Оның бәрі салт дәстүріміз деп ойлаймыз. Қыздарымыз сәукелемен шығып жатады, өңір жиек тағып шығып жатады, сырға тағып жатады. Оның бәрі біздің салт дәстүріміз, ұлттық құндылығымыз деп ойлаймыз. Осы айтыста, жалпы айтыс өнерінде, қазақ айтыс өнерінде дін мен діл қаншалықты насихатталады? Аталарымыздың жыры бар ғой, мұсылмандық кімде жоқ, тілде бар да ділде жоқ дейді. Мысалы, бір кісілер болады, мысалы, намаз оқиды, 2 намазының ортасында ғайбатпен жалғап отырады, мысалы. Ол адамды ғайбаттау тумаласының етін жегенмен бірдей дейді, мысалы. Кесірімді болу керек дейді, кішіпейіл болу керек дейді. Бұл айтыстарды да айтылып жатыр. Мысалы, айтыста қаншалықты насихатталады. Мына Балғынбек Имашев деген ағамыз бір айтысында Қайрат Нұртастың әніне салып алып айтады: мейлі намазбен өтсін түндерім, дін ислам менің діңгегім, патшама қарап үрмедім дейді. Мысалы, ол әзілмен жеткізіп отырғанменен ар жағында хадис жатыр, патшама қарсы үрмедім деп. Жалпы бүгінгі таңда қоғамда дін демекші, діннің де түрлі ағымдары пайда болды. Осы жайында көз қарасыңыз, осы жайында ойыңызды қосып отырсаңыз. Қазақ екенімізді ұмытпауымыз керек. Аллаға құлшылық ету керек. Жылап тұрып ету керек. Ең соңғы намазыңды оқып тұрғандай құлшылық ету керек. Бірақ қазақ екеніңді ұмытпауың керек. Дәстүр сақталу керек. Оның ішінде мына Маңғыстауда салт дәстүр сақталған. Мысалы, жылдың 4 мезгілінде тойларға барсаңыз, қазақтың келіндері камзолмен, шешелеріміз, жеңгелеріміз бешпентпен шығып жатады. Қандай әдемі. Бұл да біздің салт дәстүріміз. Жалпы дін дегенде адам баласы көз алдына тек намаз оқып, ораза ұстайтындарды елестетпеу керек. Дін дегеніміз бұл тазалық, мейірімділік, қайырымдылық, қамқорлық, осының барлығы дінге кіреді. Осы жайында бір айтып өтсеңіз. Қайырымдылық, мейірімділік дейді. Енді мысалы дұға жасап жатамыз. Я Алла Тағала,
Бала күнімде ата-анам мені қалай әлдилесе, қартайғанда ата-анамды сен де дәл солай әлдилей көр деп дұға жасап жатамыз. Мысалы, ата-анамызды қаңғытып қартайғанда 9 ай 10 күн көтеріп, мәпелеп, тәттісін өзі жемей, саған беріп, күндіз күлкі көрмей, түнде ұйқы көрмей өсіріп, өпектеп, алақанға салып, аялап өсіреді. Ол баласы ата-анасын қартайғанда қаңғыртып кетеді. Оның өзі жақсы емес, имансыздықтың белгісі деп есептеймін өзім. Сосын мейірімді болу керек, кешірімді болу керек. Себебі саған біреу жамандылық жасауы мүмкін, бірақ бірінші кешіргенді Алла кешіреді дейді. Сондықтан жұмақтан үміті бар адам жақсылық жасау керек, кешірім жасау керек. Сосын ғайбаттан сақ болу керек, тілге сақ болу керек. 10 күнәнің 9-ы тілден. 10 күнәнің 9-ы тілден дейді. Сосын Адалдық пен жалпы қайырымдылық, қамқорлыққа көбірек көңіл бөлу керек. Осының барлығы мінекей дін. Осының барлығы тазалық, ғайбаттан сақ болуымыз, таза жүруіміз, ғайбат сөйлемеуіміз, қамқор болуымыз, мейірім болуымыз, ата-анамызды құрметтеуіміз, осының барлығы дін. Осының барлығы біздің қоғамымыздағы бар нәрсе. Бұның барлығы біздің ата-бабаларымыз ұстанып кеткен жол және тура жол десек артық етпейміз. Жалпы алдағы уақытта енді өзіңіз жоспарларыңызбен бөлісіп отырсаңыз. Енді Алла қаласа, бұрынғы айтыстарымды теріп, жинақтап, кітап қылып шығарсам ба деген ойым бар. Бұйырса. Сосын кішігірім бір. Бұл жерде қарсыластың да жауабы бола ма, әлде тек өзіңіздің айтқандарыңыз ба? Айтыс кітап болғасын, қарсыласының да жауабы болады. Одан басқа бұл қарсыласың өзіңнің жауабыңды жаза берсең, қарсыласың не деп тиіскенін білмей қалуы мүмкін оқырмандар. Сондықтан қарсыласының да айтыстың толық нұсқасын бір кітап қылып жинақтап шығарасыз бұйырса. Алдағы жоспарда. Жалпы алда тағда осы жылы айтыс ұйымдастыру жоспарда бар ма? Әзірге айтыс ұйымдастыру жоспарда жоқ. Сол жиі болып тұрса деген тілегіміз бар. Бүгінгі таңдағы айтысқа не жетіспейді деп ойлайсыз? Айтыс қазір бір биік деңгейге жетті. Кішкене астарлап сөйлеу, тұспалдап сөйлеу, со жағы кемшінде түсетін жерлері бар енді. Айтыс өнері ешқашан өлмесін, айтысты қызығар, айтысты қызықтап қарар және айтысты сүйер жан көп болсын, көрермені көп болсын, айтысымыз талмасын деймін. Енді алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге мыңда бір алғыс айтамыз. Сөздің түйіндеп айтар тілегіңіз болса, қорытындыласаңыз. Алла тағала дәрежемізді өзіміздің ойлағанымыздан да жоғары етсін. Әумин, рахмет. Әдемі ақ тілегіңізге, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Қымбатты көрермендер, осымен сыр сұхбат айдары тәмам. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар.